Google Chrome'ға новый сайт деп жазасыздар, налогоплательщик, сол кезде мына жерден өзі шығады. knp.kgd.gov.kz деп соны таңдайсыздар. Осы налоговыйдың жаңа сайты. Выбрать ЭЦП деп ЭЦП-мен кіреміз. Өздеріңіздің ЭЦП-ларыңызды таңдайсыздар, парольді теріп кіресіздер. Пароль терген екен, ашу дегенді басамыз. Мына жерден жаңа ЭЦП-нің иесінің аты жөні шығады. Таңдаймыз. Мына сайтқа кіреді осылай. Сосын ары қарай уже подать документ дегенді басамыз. Сол жерде іздейтін жер шығады. Сол жерге заявление деп жазасыздар. Заявление деп жазсаңыз, астында өзі жаңағы ИП-ні тоқтату, яғни ИП-ні жабу жайында раздел шығады. Соны басасыздар. Заявление деп жаздық. Астында тұр налоговое заявление о прекращении деятельности деп шықты. Соны таңдаймыз. Басамыз соны. Мына жерде подать деп тұр, соны подать дегенді басамыз. Жаңа ИП-ні тоқтату деген, ИП-ні жабу деген сөз бұл. ИП-ні жабу деген заявление жібереміз. Бізде осындай бет ашылады. Бұл жерде бір деген жерге қандай кодекс бойынша жабылатынын таңдайсыздар. Біздің жағдайда 67-ші кодекс налоговый. 67-ші кодекс таңдаймыз. Соған птичка қоямыз. Ең астында тұр. Сонымен ары қарай далее деп басамыз. Екінші бетте осындай ашылады. Бұл жерде ай сайынғы ИП-нің төлеп отырған төлемдеріміздің кодтарын жазып шығамыз. Сосын мына жерде согласие деп тұр ғой. Соны басқан кезде мына жерде раздел согласие налогоплательщика деген жерде птичка қойып қоямыз екеуіне де. Сосын мына жерге отметка государственных органов деген жерге өзіңіздің код орган жазып қоясыз. Мысалы, мен жағдайымда 5905 деген, яғни Шымкент қаласында Еңбекшинский райондікі. Мына жерге сосын екінші строкаға өтіп, жаңағы ИП-нің ай сайынғы төленетін налогтарын кодтарын жазып шығамыз. Мұқият осы видеоға қарап жазып шығыңыздар. Бүкіл ай сайынғы төленетін налогтардың кодтарын міндетті түрде тоқтату керек болады. Осы видеоға қарап барлығын дұрыстап жазыңыздар. Барлық кодтарды жазып қойдық. Енді тексеріп шығамыз барлығын. Бізде барлығы дұрыс. Мына код органы, яғни ИП тіркелген органның коды жазылып тұр менде. 5905 Еңбекшинский район деп. Сформировать деп басамыз. Ары қарай осылай бет шығады. Крестті басамыз. Сосын ары қарай уже мына жерде қол қоятын бет ашылады. Қол қоятын бетте бізде отчет деп тұрады, яғни отчет автоматты создать етіледі осылай. Біздің жаңа толтырған отчеттарымыз, данныйларымыз. Сосын ары қарай уже подписать деп басамыз. ЭЦП-ны таңдаймыз, пароль тереміз. Сосын ары қарай уже қол қойылып, салық органдарына осы ИП жабу жайында хатымыз жіберіледі. Бізде таңдаймыз. Міне өзі бізде документ отправлен на обработка деп тұр. Барлығы дұрыс. Міне бізде налоговое заявление деген басқан кезде мына жерде уже біздің жабуға жіберілген жаңа заявлениеміз осы жерде тұрады. ИП-нің жабылу уақыты 10-15 жұмыс күні. Сол арада ИП жабылу керек. Арадан 11 жұмыс күні өтті. Қазір біз ИП-ні тексеріп көреміз, жабылған, жабылмағанын. Яғни Google Chrome'ға кіреміз. Сол жерден салық кабинетіне кіреміз. Яғни новый салық кабинетіне сайтына кіреміз. Бізде мына жерде астында тұрыпты knp.kgd.gov.kz деп ше. Соны басамыз. Сосын ары қарай мына жерде ЭЦП-ны таңдаймыз. ЭЦП-ны таңдап, ары қарай парольді теріп, жеке кабинетімізге кіреміз. Парольді енгіземіз мына жерге.
Кейін авторизация жасаймыз, қол қою. Мына біздің жеке кабинетіміз. Бұл жерден документ деген жерде мой документы деген тұрады, сол жерді басамыз. И налоговое заявление деген болады, екінші қатарда. Соны басамыз. И бізде міне статус деген жерде жасыл жазумен принят деп бір көрдіңіздер ғой. Соны басамыз. И бізде мына жерде астындағын басамыз. Электронное уведомление дегенді. Именно бізде мына жерде жазылып тұр уже. 10 күні декабрьдің ИП жабылған. Міне осылай ИП-ні жабуға болады. Яғни такси мақсатында ашылған ИП болды бұл. Сол такси мақсатында ашылған ИП-ні осылай жаптық. Тағы да басқа жолы бар тексеріп көрудің. Google Chrome'ға жаңа поиск налогоплательщика деп жазып көреміз. Проверка налогоплательщика деп. Сол кезде мына иінмен тексеріп көреміз. kgd.gov.kz деп тұр, соны басамыз. Мына жерде ИП деп таңдаймыз категориядан. Категория налогоплательщик деп тұр, соны ИП индивидуальный предприниматель деп таңдаймыз. Мына жерге соның иін жазамыз. Иін деген жерге иін жазамыз ИП-нің. И ары қарай галочка қоямыз, яғни робот деген жерге. Искать деп басамыз. Бізде уже астында жаңағы индивидуальный предпринимательдің данныйлары шығады. Міне бізде уже дата регистрация тұр, 30.09.24 жыл. И дата снятия с учета деп тұр, 10 күні декабрьдің 25 жыл. Міне осылай ИП-іңізді таксиге ашылған осылай жапсаңыздар болады.